Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Қанды қаңтар қырғынына басты кінәлілердің бірі ретінде ұсталған ұлттық қауіпсіздік комитетінің экс-басшысы Кәрім Мәсімов мырза әзірге қамаудағы жағдайға байланысты ешқандай шағым жасаған жоқ. Бұл туралы Қазақстандағы адам құқықтары жөніндегі уәкіл Эльвира Әзімова айтқан екен. Уәкіл Мәсімов қылмыстық құқық бұзушылық жасады деген күдікке ілінген басқа ұсталғандармен бірдей жағдайда қамауда отырғандығын айтты. Біз тексердік. Бізде бұл туралы ақпарат бар, бірақ біздің жұмысымыздың ерекшелігі барлық деректерді ашуға мүмкіндік бермейді. Әзірге бізге ешқандай шағым түскен жоқ. Сондықтан мен егжей-тегжейлі айта алмаймын. Камера ол камера. Бір адамдық болсын, басқасы болсын. Оны қоғамнан оқшаулау екенін түсіну керек. Сондықтан бұл жерде артықшылық туралы мәселе жоқ, дейді Эльвира Әзімова ханым. Адвокаттарға қол жетімділік, медициналық көмек, тамақ бәрі бойынша тұтқындардың жағдайлары бірдей екендігі айтылды. 6 қаңтарда ұлттық қауіпсіздік комитетінің бұрынғы басшысы Кәрім Мәсімов мырзаның мемлекетке опасыздық жасағаны туралы айтылған болатын. Дәл осындай күдікке ілінген ол өзінің орынбасарларымен бірге ұсталған еді. Қалай ойлайсыз? Кәрім Мәсімов мырзаның дәл осындай іске баруы сізді ойландырды ма? Яғни, бұл адамның неліктен еліміздегі басшылыққа отырып және елдегі басшылыққа опасыздық жасауы? Төмендегі комментарийге өз нұсқаңызды қалдырыңыз, каналға жазылып қолдау білдіруді ұмытпаңыз.